Құрметлі бұқаралар, биыл 30 апрельде қабыл етілген құрметлі президентіміздің 153 санлы қарары, яғни мәлімдеме технологиялар жәрдемінде ісленіп атырған жинаятларға қарсы күресу жұмысын бұнан былай да күшейту ләжілары хақындағы хүржетке муапық, ноябрь айы мемлекетімізде кибермәдениетті рауажландыру һәм кибергигиенаны қалыпластыру айы етіп белгіленді. Осы мұнасибетпенен Қарақалпақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі барлық бұқараларды сергек һәм абайлы болуға, салы қауіпсіздік қағидаларына қатаң әмел етуге, сондай-ақ кибер жинаятлардың алдын алуда белсене қатынасуға шақырады. Бүгінгі күнде кибер алдаушылар жеке мағлұматлар һәм қаржыларды өзлестіру мақсатында әр қилы хилекерлік ұсулардан пайдаланбақта. Ең көп ұшырасатығын қауіплі жағдайлардан бірі мессенджерлерде, әсіресе Telegram арқылы тарқатылып атырған вируслы APK файлар болып есептелінеді. Бұл түрдегі файлар фото, видео, жарима, сүт құжеті сияқты түрлі атлар менен жіберілуі һәм хаттекі сіздің жақындарыңыз атынан келуі де мүмкін. Себебі олардың аккаунтларында алдаушылар тарапынан алдынан бұзып кірілген болуы мүмкін. Бұндай файларды ашу қатаң қадаған етіледі. Зиянлы APK телефонға толық аралықтан кіру имканиятын ашып береді. Жеке мағлұматлар, жеке файлар, банк қосымшалары һәм парольлар, финанслық мағлұматларыңыз қолға түсу қаупі жүзеге келеді. Бұл болса көп жағдайларда пуларыңыздың ұрлануы менен жұмақланады. Сондай-ақ соңғы уақытлары әр қилы жалған трейдерлар тарапынан тарқатылып атырған алдаушылық схемалары да көбейіп бармақта. Олар тез байлық һәм қысқа уақытта үлкен дарамат уәде етеді. Жалған пікірлер һәм жалған нәтижелерді көрсетеді. Негізінде болса, бұл бұқараларды алдау һәм олардың қаржыларын өзлестіруге қаратылған алдаушылық схемасы болып есептелінеді. Telegram мессенджерінде кең тарқалып атырған және бір алдаушылықтың түрі Telegram премиум. Бейпул тарқатылып атырғаны хақындағы реклама. Бұндай сілтемелерге кіру сіздің Telegram аккаунтыңыздың ұрлануына һәм кейін ала ол арқылы басқа параларды алдауға шарай жаратады. Құрметлі отанластар, санлы қауіпсіздікті тәмінлеу үшін төмендегі қағидаларға қатаң әмел етің. Белгісіз файлар һәм сілтемелерді ашып көрмең. Хәтте олар танысыңыз атынан жіберілген болса да. Тасдиқланбаған деректерден бағдарлама һәм қосымшаларды орнатпаң. Аңсат һәм тез пайда сияқты уәделерге сенбең. Әр қандай мағлұматтың хақиқатлығын бірнеше мәрте тексерің. Абайлы болың. Жеке мағлұматларыңыз, финанслық қауіпсіздігіңіз һәм шаңырағыңыз тыныштығы өз қолыңызда.